септе теңдеуді әрине өздеріңіз шығара аласыз. Жақшаны ашыңыз. X-терін бір жинақтаңыз, сандарды оңға жаққа жіберіңіз. Мысалы, мына 3-ті -8-ге -24x бірден, және мынадан 7 плюс 7-ні 3-ге плюс 21x, мынадан бірден x-ні есептеп қалдырасыз да, сандарын оң жағына жібересіз. Ары қарай 14 рет кір жуғаннан кейін тік параллелепипед тәрізді сабының биіктігі де, ені де, ұзындығы да 2 еседен кішірейіп қалды. Тік параллелепипед деген сөз кәдімгі сабынның формасы бар ғой, коробка тәрізді, иә, немесе кірпіш тәрізді. Осындай да бір формада сабын. Енді қараңыз, биіктігі 2 есе кішірейтсек, біз оның биіктігінің қақ ортасынан бөлеміз. Мына арадан бөліп тастаймыз. Да біз астын немесе үстін алып тастаймыз. Ені 2 есе кішірейсе, ені деген сөз былай жанынан бөліп тастаймыз. Жанынан. Енінен бөліп тастаймыз. Қисықтау болып кетті. Бөліп тастаймыз. Пайда болды, сол кезде мынаның қалған жағы кетеді. Және ұзындығы 2 есе десе, ұзындығы енді дәл қақ ортасынан былай. 2 есе десе, былай көруге сізге қиын болып кетуі мүмкін. Осындай бір бөліктерге бөлініп кетеді. Яғни біздің 2 есе бөлгенде 8 есе кішірейді. Яғни 8 есе кішірейді деген сөз тең 8 бөлікке бөлінді. Бағана үлкен сабымыз тең 8. Қараңыз, үстінде 4 бөлік көріп тұрсыз ба? Үстінде 4 бөлік тұр. Дәл сондай астында 4 тұр. Яғни 8 бөлік. Соның кішірейді да біреу қалып қойды. Яғни мына бір бұрышы қалып қойды деп есептейік. Яғни 8-дің мына біреу қалып қойды. Нешеуі кетті? 7-еуі кетті. Солар 14 рет кір жуғанда мына 7 бөлік кетіп қалды. Мына қалған бір бөлік неше рет кір жууға жетеді? Енді бұл оңай сұрақ болып қалды. Берілген тік 4 бұрыш пен 3 бұрышты қағазды бір-біріне қимай, майыстырмай жабыстырып, қандай жауаптарды құрастыра алмаймыз? Мына екеуін бір-біріне жабыстырып, қайсысын құрастыра алмаймыз? Өзіңіз ойлаңыз, егер мен мынаны былай жалғастырып жіберсем, онда артында былай, немесе алдында тік 4 бұрыш тұрады. Үстінен андай 3 бұрыш тұрады. Бұл болуы мүмкін, иә? Мына бір енді болуы мүмкін ба? Егер мынаны былай қойсам, және мына тік 4 бұрышты былай қойсам. Әрине, мына 2 бұрыш бірдей, мына тік 4 бұрышпен бірдей, иә, мына 3 бұрыш төгер қол. Бұндай вариант болуы мүмкін. Осылай көріңіз, солар қайсысы бола алмайды, соны бірден тауып аласыз. Үлкен дөңгелек 4,5 рет айналса, мына 4,5 рет айналса, міне 4,5 жазылып тұр. X 4,5 көбейтілді 4,5 рет, былай бағытта. Онда кіші дөңгелектің қалпы қандай болады? Ол оған кері айналады, иә? Кері айналады да, радиусын қараңыз. Мынаның радиусы 2А, мынаның радиусы А дейді. Демек, мынаның радиусынан 2 есе кіші. Олай болса, мынау бір айналғанда, мынау үлкені бір айналғанда, мынау 2 есе кіші болғандықтан бұл 2 айналып отырады. Себебі радиус 2 есе кіші. Түсініп тұрсыз ба? Мынау радиусы 2 есе үлкен, 2А, мына радиусы А. Сондықтан мынау бір айналғанда 2 айналады. Мынау 4,5 рет айналса, мынау неше рет айналады? Мынау 4,5-ді 2 бөлдіңіз, 9 рет айналады. 9 айналым десек, 9 айналым. Яғни мынаны 9 рет қайдай бағытта айналдырыңыз? 9 рет, иә? Былай айналсаңыз 9 рет айналдыңыз, мынадан шығып 1, 2, 3, 4, 5. 9 рет айналды, ол бір айналғанымен бірдей болады. Яғни оның бағыты өзгере ме?